Сәлем достар, бүгін біз Майнкрафтта душ істейтін боламыз. Кеттік. Душ. Творческий сегодня. Мен достар, осындай қып бірінші мен бағана істеп қойдым. Осылай қып істейсіздер, мен стеклон қоясыздар душқа. Сосын мына жерге анау кнопканың артына мынандай красный факел қоясыздар. Сосын тағы былай істейсіздер де, сосын былай істейсіздер. Былай. Міне осылай. Мынаны сындырып тастайсыздар. Мынау да қажет емес бізге. Мынау былай. Сосын тұр. Былай. Меді. Жоқ, былай. Осылай. Сосын тағы былай. Сосын мына жерге қоясыздар. Мына жерге қоймай отырады. Былай қоясыздар. Енді осылай. Сосын былай. Сосын мынандай раздатчикті аласыздар да. Былай бүйтіп барып, мына жерге қоясыздар. Сосын тағы мынаның ішіне мынандай не саласыздар. Шелектегі су. Мен қазір салып сіздерге көрсетейін. Қат менде достар қазір. Кешіріңіздер. Қатқанда вообще жүрмей қалатын кездер болады Майнкрафт менде. Қазір шелектегі суды саламыз мынаған. Міне осылай саласыздар. Сосын барып мына кнопканы басып қалсаңыздар, былай мына жерден су ағады. Подождать. Мына жер тесіліп кетті. Болды. Тауықты кіргізіп жібереміз қазір осының ішіне. Болды, тауық шомылып отыр достар. Суды өшіріп қойсаңыздар да болады, былай. Осылай. Ішінде осылай тұрса болды. Осындай шелектегі су тұрса болды ішінде. Міне. Арт жақтағы механизмі осылай. Осылай көтересіздер. Міне осылай көтеріп, осылай істейсіздер. Мынаның астында достар мынандай осындай қалу керек, осындай. Тура мынандай сияқты қылып қалу керек. Мынада да солай қалдырып, солай көтересіздер мынандайлар. Мынандай қоясыздар обязательно. Только обязательно осындай қоясыздар. Осындай қоясыздар дирек қана. Әйтсе сіздердің нелеріңіз дұрыс істелінбей қалады. Осылай қосасыздар. Сосын тағы өшіріп қойсаңыздар да болады. Достар, сосын мен сіздерге қазір бір заттың атын өзгертуге болатынын көрсетейін. Ол үшін бізге наковальня қажет. Біз мына кроватьты қазір төсек деген атқа ие болдырғанбыз. Кровать. Қазір достар. Жазу шықсын. Бені сақтас қазір шығады. Шықпай жатыр просто. Мені шықты. Кровать деген сөзді өшіресіздер де, сосын төсек деп жазасыздар. Төсек. Сосын готово дейсіздер де. Сосын мына жерде нужно опыта бір выживаниемен істесеңіздер, достар, осындай бір опыттарыңызды аласыздар. Осылай мен бір. Міне төсек болды, дайын бізде төсек. Міне осылай. Ол үшін мынандай зат керек. Осындай наблюдатель дейді. Наковальня деген. Мынаған наблюдатель қажет. Осындай заттармен істейсіздер достар. Міне осылай қосасыздар. Сосын былай жауып қойсаңыздар да болады. Осылай нәрсені қамап.
осылай қамап қойсаңыздар болады бұл нәрсені. Тауық өліп қалыпты достар. Осындай, короче, осындай механизмін қайта көрсетіп кетейін сіздерге. Дәл осылай жасайсыздар достар. Дәл осындай блоктар қажет бізге, осындай, дәл осындай. Осындай, мынандай, осындай қажет, осындай раздатчик. Атын шатастырып қала беремін. Осындай жасайсыздар. Осылай жасайсыздар, короче. Үйлеріңіздің ішіне қойып қойсаңыздар өте әдемі болады. Бағанағындай мен қойып қойғанмын, қазір көрсетемін сіздерге. Ол басқа мерімде. Қазір көрсетіп тастайын. Міне достар, ол мені осылай қойып қойсаңыздар әдемі болады. Олай қосып жібересіздер де шомыла бересіздер. Міне бұл мерде де мен атын өзгерткен былай. Сабын деп. Міне. Сабынға ұқсайды краситель достар. Міне осылай шомыла бересіздер. Достар, мынандай жеріне әйнек қоймасаңыздар, үйлеріңізді су басып кетеді етпесе. Міне осылай, короче. Вот. Пока-пока деуге жақындап қалды видеомыздың бітуіне. Мен осылай өстіп. Біреулерге тұзақ құрсаңыздар да болады бұлай. Ана шелектегі судың орнына шелектегі лаваны құйып, мынау душ кіріп шомыласың ба дейсің да. Дейсіздер, сосын барып ана жердегі кнопканы басып қаласыздар. Сосын барып бұл жердегі кнопкадан былай мына жерге лава ағатын болады. Пока-пока достар. Келесі